Сәлем достар, бүгін сіздермен миксерсіз тосап қосылған бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін 4 жұмыртқаны шағып алып, қант қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң айран және сұйық майды қосып, тағы да араластырамыз. Келесі кезекте ұн, қопсытқыш ванилинді қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Міне теста дайын болды. Енді оны бірдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз, және де бір бөлігін формаға орналастырамыз. Сонан соң тестаның бетіне біркелкі етіп тосапты орналастырып шығамыз. Яғни үйде қолданылмай жүрген кез келген тосап түрін қолдансаңыздар болады. Тосапты орналастырып болғаннан соң, оның үстінен тестаның қалған екінші бөлігін біркелкі етіп орналастырамыз. Ендеше достар, бәліштің бетіне крошка дайындаймыз. Ол үшін жұмсақ сары май, қант және ұнды қосып, видеода көрсетілгендей етіп жасап аламыз. Крошка дайын болды. Енді оны бәліштің бетіне біркелкі етіп орналастырып, 180 градуста 30-40 минутқа пісіреміз. Мінекей достар, 5 минуттық бәліш дайын болды. Енді оны жақындарыңызға дәмауыз сүюге тарту етсеңіздер болады. Сіздермен болған Өмірбек Ағырке, каналға міндетті түрде жазылып алыңыздар.